Сәлеметсіңдер ме балалар, бүгін біз ағылшын тілі 15-16 беттегі тапсырмаларды орындаймыз. Егер сендерге 3-ші сыныптың ағылшын тілінен барлық тапсырмалары керек болатын болса, жоғарыда шыққан сілтемені басып көре аласыздар. Бірінші тапсырма: Where are the following animals in your friend's picture? Talk with him, her, and find out дейді. Енді бірінші одан алдын бұл тапсырманы орындамас бұрын мына сөздерді аударып алайық. Бірінші сөз in деген. Яғни осы сөздерді қолданып біз достарымызбен осы суретке қарап табатын боламыз animalстарды, яғни жануарларды. In ішінде, яғни қораптың ішінде тұр, иә? Сонда ішінде деген мағынаны білдіреді in. On дегеніміз үстінде, under дегеніміз астында, яғни қораптың астында тұр ғой. Сонда қорап астында деген мағынаны білдіреді. Near жанында тұр. Келесі above жоғарыда. Енді осыған сөйлем құрастырамыз. Бірінші үлгі ретінде көрсетіп қойған Айдар, where is the dog in the picture? It is in the tree. Яғни Айдар, сенің суретіңде үйрек қайда? Ол ағашта деп тұр. Енді келесі екіншісін өзіміз құрастырамыз. Айдар, where is the horse in your picture? Яғни бізден атты сұрап тұр. It is near the house. Ол үйдің жанында екен. Келесі Айдар, where is the butterfly in your picture? Яғни көбелекті сұрап тұр. It is above the tree екен. Ағаштың жоғарысында тұр деп тұр. Айдар, where is the spider in your picture? Яғни бұл жерде бізден өрмекшіні сұрап тұр. Келесі Айдар, where is the snake in your picture? It is under the tree. Яғни жылан, суреттегі жылан қайда жерде тұр Айдар деп тұр. Сенің суретіндегі жылан қай жерде тұр деп тұр. It is under the tree. Ол ағаштың under дегеніміз астында, иә? Under астында тұр дейді. Ағаштың астында тұр деп тұр. Келесі talk with your friends. Достарыңмен сөйлес деп тұр. Яғни look at the dogs. What are they doing? They are swimming. Swimming? Cool деп тұр. Енді осыны жалғастырып өзіміз түзуіміз керек. Яғни бұл жерде үйректерге қара, олар не істеп жатыр дейді. Олар жүзіп жүр. Олар жүзіп жүрме? Керемет деп тұр. Cool дегеніміз керемет. Енді келесін өзіміз құрастырамыз. Look at the rabbits. What are they doing? Қояндарды қараңдар, олар не істеп жатыр? Олар they are jumping дейді. Олар секіріп жатыр. Jumping, great. Олар секіреме? Тамаша деп тұр. Енді келесі look at the goats. What are they doing? Қараңдаршы, ешкілер. Олар не істеп жатыр? They are walking on the grass. Олар шөпте жүр. Walking on the grass, nice. Шөпте жүреді, керемет деп тұр. Енді келесі look at the frogs. What are they doing? Қараңдаршы, бақалар. Олар не істеп жатыр? They are jumping on the water. Олар суға секіреді. Суға. Jumping on the water, wonderful. Суға секіреді, керемет деп тұр. Енді мына жерде бізде дәл сол сөйлемдер, бірақ мына жағында бізде көкпен жазылғандар орысша аудармасы. Өздерін қарап оқып шықсаңыздар болады. Енді келесі тапсырма listen and read. Тыңда және оқы деп тұр. The San Diego Zoo in California, USA is very big. Яғни ақштың Калифорния штатындағы Сан-Диего хайуанаттар бағы өте үлкен деп тұр. There are over 3,700 animals there. Яғни 3700-ден астам жануарлар бар. Visit the zoo and see lions, elephants, giraffes and even giant pandas дейді. Яғни хайуанаттар бағына барыңыз және арыстандарды, пілдерді, жирафтарды және тіпті алып пандаларды көріңіз деп тұр. Look at these giant pandas. They are having a meal. It is amazing. Яғни мына алып пандаларды қараңыз, олар жеп жатыр деп тұр. Мына жерде жеп жатыр. Бұл керемет деп тұр. Келесі visit Almaty Zoo in Kazakhstan and see animals from all over the world. You can see zebras, elephants and
even white lions. Almaty Zoo is a very special place to visit. Қазақстандағы Алматы хайуанаттар бағына барыңыз және әлемнің түкпір-түкпіріндегі жануарларды көріңіз. Сіз зебраларды, пілдерді және тіпті ақ арыстандарды көре аласыз. Алматы хайуанаттар бағы баруға болатын ерекше орын дейді. Енді мына жерде дәл сол, бірақ орысша аудармасы. Қарап оқып шықсаңыздар болады. Енді келесі тапсырма look, read and complete дейді. Қараңдар, оқыңдар және толтырып жазып шығыңдар деп тұр. Бірінші тапсырма there about жаңағы біз оқыған мәтінде жазылған. Осының жауабы бізде 3700 animals at the San Diego Zoo деп тұр. Яғни мынау бізде жаңа жазылған еді. 3700 деп жазылып тұр. Сонда бұл жерде Сан-Диего хайуанаттар бағында 3700-ге жуық жануар бар. Келесі you can see giant pandas, they are too. Мұнда да алып пандаларды көруге болады деп тұр. Яғни үлкен пандаларды, пандалар деп жазылған еді жаңа. Келесі there are animals from all over the world at Almaty Zoo. Алматы хайуанаттар бағында әлемнің түкпір-түкпірінен келген жануарлар бар. Яғни әлемнен деп тұр. World әлемнің. World дегеніміз әлем. Келесі you can see white lions there too. Мұнда ақ арыстандарды да көруге болады. Lion дегеніміз ақ арыстан. White дегеніміз ақ. Енді сонымен бүгінгі біздің сабағымыз бітті. Сау болыңыздар. Менің каналыма тіркеліп қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Goodbye.